ең бірінші анасы мен баласы ауылға келеді. Содан кейін шай ішіп отырған бір үйдің үйіне барып шай ішіп отырады. Сол кезде ішіп асық ойнауға шығып кетеді. Сол кезде қарап тұрған кезде бір ересектеу бала келіп айтады: әне сенің анаң кетіп бара жатыр, сені тастап дейді. Екі жылқыға мініп алған әйелдер кетіп барады екен. Анашым, анашым деп айғайласа да қарамай жылап, бүкіл халық естиді оның істегенін. Сосын бір әйел айтады: ей қатын, сенің балаң артында жылап келе жатыр дейді. Сосын артына қараса, басқа біреу екен, екеуі де. Содан кейін ол басқа біреу екен: ой, менің анам шай ішіп отырған үйде екен ғой дейді. Содан кейін біреу көшеде газет таратып жүр екен. Сосын оның ағасы бар екен, соған да таратады. Содан кейін ағасы оқып анеға терезенің алдына қояды. Терезе биік, оның ойы жетпейді. Сосын бірдеңкеге саты сияқты өрмелеген кезде құлап түседі. Сосын аяғы жаман қатты қанайды. Сосын анасы ыстық мейізбен киізбен басады. Содан кейін ертесі күні әжесі тойдан келеді. Әже, сарқыт әкелдіңіз бе деп қалтасын ақтарады. Сосын әрине қол жетпейтін қалтада ғой деп секіріп қарса, ішінде жіп, кәмпит, құрт бүкілі бар екен. Сосын апасына шай ішіп тисе береді дейді. Содан кейін апасы айтады: ей, қазір ана отқа түсесің дейді. Сосын жүгіріп келіп апасының арқасына секірейін дегенде, апасы еңкейген кезде отқа қарай түсіп кетеді. Құдай сақтап, еш жері күймейді. Келесі күні сүмбеге барамыз деп апасы екеуі келе жатады. Сосын жолда аяғы талып, әжесінің үстіне мініп алады. Сосын сүмбеге қашан жетеміз деп шаршайды. Сосын сүмбеге ертең кетеміз, ал қазір Үш деген ауылға барамыз.